қорқамыз. Қазір қарап отырсақ, 50-дегі 30 жыл бұрынғы апай мен қазіргі 50-дегі апайды салыстырсақ, айырмашылық жер мен көктей. Өйткені мүмкіндік бар күтінуге. 30 жаста бізде бұрын үлкен кісілер сияқты көрінетінбіз бала күнімізде. Қазір 30 жастағы қыз бен 20 жастағы қыздың салыстыра алмай қаласың. Күтіміне де байланысты, Сая ханым, не айтасыз? Енді бұл әрине күтім керек. Бәрімізде кез келген жасты алатын болсақ та, көңіліміз әлі өте жас болып көрінеді. Тіптен сіздерге бір мысал айта кетейін. Менің өзімнің әжем жасы 90 жаста. Сіңілім тұрмысқа шығатын болып, ұзату тойын оңтүстікте жасайтын болды, үйлену тойы солтүстікте. Сонда әжем өзі жүре алмайды. Бөлмесінен аптасына бір рет шығарады әжемді, коляскасына отырғызып, дастарханға әкеп. Сонда өзі бөлмеден аптасына бір рет шығатынына қарамастан тойға барғысы келіп отыр сонда. Айсая дейді, мен Астанаға тойға бара алмаймын ғой дейді. Апама қарадым да күлдім. Енді әрине бара алмайсыз деп айта алмадым. Себебі көңілі сайрап тұр. Апа, сіз осы ауылдағы ұзату тойға барасыз ғой дедім. Сол тойдың ең қадірлі қонағы апа сіз боласыз деп күлдім. Содан күлгенімді түсінді, енді не үшін күліп тұрғанымды. Сонда апам отырды да, ой деді. Кеудесін ұрды. Мына көкірек 25-ті сайрап тұр. Мына 2 тізе жібермейді дейді. Апама таң қалдым, 90-да өзі. Апа, сіз 25-те болсаңыз, мен нешедемін онда деп. 40 десеңіз қайда кетті деп. Сондағы апамның көрдіңіз бе, әйел адамға тән дүние ғой. Әрдайым әйел жас болғысы келеді. Себебі көңіл жас. Сондықтан әрине қартаюдан барлығымыз қорқамыз да, бірақ